Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пирожки дайындайтын боламыз. Ең алдымен картошкамызды суға қайнатып аламыз. Содан соң қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су және де қалған ингредиенттерді мен сіздерге төменде описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Міндетті түрде менің видеомды толығына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыздар подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге менің видеоларым ұнайды деген үміттемін, сондықтан мені барынша қолдауға тырысыңыздар. Ары қарай көріп тұрғандарыңыздай біз қантымызды, тұзымызды және де дрожжімізді қосамыз. Мен әрдайым осы ашытқының түрін қолданамын, өйткені бізде осы ашытқыны қосатын кез келген қамырымызды көтеріп және де балғын болып тұрады, яғни свежий болады әрдайым. Сондықтан да мен осы ашытқыны қолдануды әрдайым жөн көремін. Мінекей біз қамырымызды илеп болдық. Енді қазір бетіне пищевая пленка немесе пленканы жауып, көтерілгенге дейін 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Бетін жаппастан бұрын кішкене майды құйып жіберіп, қамырымыздың барлығын біркелкі етіп араластырып, содан соң жауып қоямыз. Мінекей менде 2 сағатта қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шықты. Міндетті түрде осылай кішкене басып, үстінен тағы да 10-15 минутқа қалдырып қоюларыңыз қажет. Біздің уақытымыз өтті. Осыдан соң алып, біз 1/2 бөлікке бөліп, қазір барлығын 1 етіп бөліп алатын боламыз. Мінекей енді біз қазір барлығын бірден біркелкі 2 бөлікке бөліп, одан соң осы бөліктерден біз пирожкиімізді бөліп алатын боламыз. Бізде барлығы осы болып шықты. Енді қазір біз салмамызды ішіне салып, пирожкимізді дайындайтын боламыз. Міндетті түрде бетіне пищевая пленка немесе пакетті жауып, қойып қоюларыңыз керек. 10 минутқа, өйткені біздің қамырымыз кішкене көтеріліп, әдемі болуы қажет. Мінекей қыздар, бізде 10 минут тұрып, кішкене қамырымыз көтерілді. Қазір біз оқтаумен жайып, пирожкиіміздің қамырын дайындайтын боламыз. Енді ішіне салмамызды салып, дайын болған картошкамызды ыстық күйінде міндетті түрде езіп, ішіне кішкене сары май мен сүт қосып жіберуді ұмытпаңыздар. Ол біздің картошкамыздың жұмсақ болып тұруына әсер етеді. Енді біз қазір осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап түйіп, пирожкиіміздің формасын келтіріп аламыз. Біріккен жерлерін қатты қысуды ұмытпаңыздар, өйткені қуыру барысында ашылып кетуі мүмкін.
Мінекей қыздар, біздің пирожкиіміздің барлығы дайын болды. Мұндағы жерде бізде 20 штук. Сіздердің дайындаған қамырларыңыздан 20 немесе 22 осылай шығуы мүмкін. Енді қазір біз майымызды қыздырып, әрбір пирожкиімізді сала отыра пісіріп аламыз. Әрбір пирожкиімізді сала отыра пісіріп алатын боламыз. Майды бірдестен қатты қыздырып жібермеңіздер, өйткені сіздердің пирожкиларыңыз тез қызарып, іші піспей қалуы мүмкін. Қуырып жатқан кезде қасықпен осылай үстіне майдан құйып жіберіңіздер. Әрбір піскен пирожкиімізді келесі бетіне аударып, осылай қызарта отырып барлығын пісіріп аламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Өте дәмді бұл пирожкиіміз шықты. Жұп-жұмсақ әрі көтерілген әдемі пирожкиларымыз шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мінекей қыздар, қараңыздар, шықтырлаған, әдемі және де топ-томпақ болып көтерілген пирожкиларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға да ас болсын. Менің рецептім бойынша дайындауды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.